Omar Törü. Çekara gordandan qaşqaqtagan 5 jigit, Жүзасудың тәутекі тұяғы әзер сияр тар соқпақтар арқылы өтіп, Матай тауының бөктерімен жүріп отырды. Сол маңда ауыл болу керек, бөтен таба қоймас деп, қоян көзден аулақ кетіп, тау ішіне ұзай барып қоныпты деді, алда келе жатқан Бекем бұрылып. Омар Төрі бастай бір дегендей ишар етті. Жыл еткен сайын бәлшебектер күшейіп келеді. Шекара күзеті мағам. Бұрын емін еркін өтіп жүрген Сатылы тұсындағы Аралтөбе бірлік деген атаулармен құрылған артельдерде белсенділер көп. Кедей теңдігі дегенге бөріктері қазандай боп құлшынып жүр. Аямайды, жеті атасынан берді есігінің алдына тышқақ бітпеген, не іске, не сөзге қыры жоқ, ынжық, сәрсеннің артельге басшы болып, елді бір қамшымен айдап жүргенін естігенде, Омар бақ қонарда бет аузына қарамайды деп әуелі күліп еді, кейін аталастың біразын айдауға жібергенін естігенде күйіп кетті. Намаз оқып отырып, жет жіберіп қойған үшін жұрт тырқылдақ молдатып кеткен, дүмше тәкең ұстатып жібергені тіпті есі дұрыс адамның ісі емес. Құлқуалланы дұрыс қайыра алмаушы едім, сол үшін Құдай жазалады ма мені деп жылапты арбы үстіндегі байлаулы қария. Құлқы тұрса, құлағыңнан қиқу кетпейді, қайран құдияр ағасы әулие екен ғой. Ескіден келген елдікті, атадан сіңген өрлікті сақтайым деп жүріп, ол да өлді. 60 өлден асып кеткен қартты ату жазасына кесіпті. Омар Төрі бетін сипады, сосын жүрісті жылдамдатпақ болып, сүлік қарасын тебінді. Бұл жануарды 2 жыл бұрын осы маңнан Қытай асып бара жатқан бір көштен тайтияқ күміске айырбастап алып еді. Тау түлік екен, әр тасқа тұяғын тік салып тайпала береді. Тау тасқа аттың аты жүреді ғой, егер еркіне жіберсе жігіттер лес алмайды, тек Бекеңнің торысы қарыз дүрмес. Қайқы құздың батысын ала ет пісірім жүргеннен кейін алдарынан жартас шықты. Бекең қолын көтеріп белгі берген. Бәрі тоқтап аттан түсті де 50-60 қадамдай жаяу етті. Жартастың арғы бетіндегі шор жотада тасасына киіз үй төбесі көрінеді. Әріректе тағы 4-5 үй тұр. Бекен ауылы дегені осы бас сауғалап жүрген 6 екен. Иттер үрмей тым-тырыс үнсіздікке боялдырған. Бір барақтың әупілі бір ұрыл елді ұстап беруі мүмкін. Мен жақынырақ барайын деп Бекен бүкшеген күйі алға жүгіре жөнелді. Жер бауырлап жатып біраз тыңдады да кері қайтты. Бұлардың қасына келіп, тас қарқасын сүйіп отыра кетті де сыбырлай сөйледі. Мына үйдің алдында ерттеулі жеті ат байланып тұр. Тұрманына қарағанда солдаттар болуы керек, жылаған дауыстар шығып жатыр. Олар Омарға қарады, Төрі ләмдеместен жаңа Бекем барған тұсқа беттеді. Жігіттерді бой жасыра соңынан ілескен, діттеген тұсқа жетіп, бәрі қатарласа жатып, ауылды барлады. Үйлер алақандай жазыққа айнала тігілген екен. Бекен айтқан аттар тұр. Ананы қараңдар деді, қаби сұқ саусағымен үйдің оң жағын нұсқады. Бір еңгезердей жігіт шалқасынан сұлап жатыр екен. Әріректе тағы бір екеуі жатыр. Еркек біткенді атып тастаса керек. 6 қанат жұлым киіз үй, қара үй жақтан әйелдерінің жылағаны естіледі. Бір мезет қарқылдап күлген дауыс пен орысша шүлдірлеген сөздер естілді. Түсінікті, деді Омар, болары болыпты, сәл тосайық, олардың саны бізден көп. Қарулары да бар. Тәуекел етсек Бекеннің тісі шықыр ете түскен.
Қамсыз секілді ғой. Доғар, деді төре сұстанып. Сәл күнеңкейсін сосын. Жігіттер қайта жартас басына барып жамбастай жатысты. Ешбірінде үн жоқ. Бір тастың үстінде түнеріп төре отыр. Қаби мен Қанай аттардың айлын босатып, ерді сәл шоқтыққа қарай ысырып, қалмақша байлап тастады. Манадан жылқыларды ұстап тұрған Ерназар да осыдан кейін екеуімен бірге келіп, бұлардың жанына отырды. Иттер! Омар төре күбір еткенде жігіттердің бәрі елеңе түскен. Қайтеміз, деді Қаби. Үнінде зіл бар. Омар ойланып қалды. Бесатары бар шекарашыларға қылыш, мауазірмен қайрат көрсете алмайсың. Жанындағы төртеу көреңбілдің жігіттері, мына ен жайлау, тау, ұшқан құс, жортқан аң, жорғалаған жыланға дейін ықылым заманнан осылардікі еді. Ата бабасының табанының табы қалған туған жердің солдаттардың ылаңына іштегі ашу бұрқ-бұрқ қайнап шыдатпай-ақ барады. Кеттік десе, дәл қаза солдаттарға жалаң қолмен лап қойғалы отыр, бәрі өлімге тік қарайтын сайып қырандар. Ондай болмаса, төре жанына ілеспес еді. Сәл шыдайық. Күнеңкейіп айнала алаңына бастағанда ауыл жақтағы дауыстар басылып еді. Омар қозғалды. Жасы кіші Ерназар аттарға қарай оқталып еді. Төренің ішіндегіні айтқызбай білетін Бекен тоқтатты. Тоқта, ат үстінде атайлап кіретін іс емес бұл. Бұлар баспалаған күйі киіз үйлердің бірінің тасасына жеткенде сыртқа енгізердей солдат шыққан. Байқамады, керіліп алды да дәл тұрған жерінде талтайып дәрет сындырды. Үй ішіндегілерге дауыстап бірдеңе айтып тұр. Сол сөйлеген қалпы қайта кіріп кетті. Омар өліп жатқан жігіттердің бірінің мойнын қиялай шабылғанын көріп, Бекенге ымдап еді. Анау байқадым дегендей ишара жасады. Омар ес белгілі, дәл осы кавалерияның қайқы қылышы халықты қанға бөктіріп келеді. Ақ кавалерияның сесі болған сол Болат осы күні Қызылдың да белінде салаңдап жүр. Атты әскер қылыш суырып үлгерсе, жігіттердің жағдайы мүшкіл болмақ. Бекен солдаттар жатқан үйге қарай еңбектей жөнелді. Омар сыртынан сүйінген. Ұзын бойлы, қаршыға қабақ, жаурынды бұлшық еттері бұлтыңдаған осы қараторы жігіттің өзіне серік болғанына 3-4 жылдың жүзі өтті. Оқтан қаймықпайтын батыл, алысқанын алып ұратын апай төстігі өз алдына. Көкейіндегісін айтқызбай ғып тез тырындыратын әбжіл. Басқа серіктерде осал емес, артық ессіз сіңірлі, 2-3 адамды оңай сұлатып салатын ерен, еңсегей бойлы, білегі жуан балуандар. Бекен жеткеннен кейін Қаби мен Қанай да солай жүгірді. Жігіттердің ыңғайланып алғанда Омар төре есікке беттеді. Манадан бергі ашу-ыза алқымын қысып, кең адымдап, аяғын нық басып тік келеді. Төренің мынасына аңтарылып Ерназар тұрып қалып еді. Омар сықырлауыққа жете бергенде Бекен ылп етіп алдын орап, ақырып ішке қойып кетті. Қаби мен Қанайды Омарды кері итеріп ұмтылды. Шыңғырған әйел дауысы шықты. Жан жаққа қарауға мұрсат жоқ. Жігіттер араққа тойып алып, жер дастарханды айнала жатқан солдаттардың үстіне қона кетті. Омар қанжарын суырып, босағада сүйеулі тұрған мылтықтардың қасына тұра қалған. Ерназар сол мылтықтың бірін ала салып, 4 тағандап, қашып жүрген солдатты бастан дүбімен ұрды. Алқын-жұлқын жылап сықтаған әйелдер мен балалардың дауысы. Жігіттер масаң, солдаттарды үйме-жүйме етіп ұрып сілейтіп салды. Бақырған, боқтаған дауыстар тез басылды. Бекеннің ашуы тарқар емес, бүрісіп жатып қалғандарды текпілеп, тапаншаның түбімен қойып жүр.
Ерназарда мылтық дүмін 3-4 қайтара сілтеді. Ұрғаннан қолымыз талдау дегенде ғана олар кіре салы шыға салы есі бар солдаттардың қолын қайырып байлауға кірісті. Омар төр жаққа қарай алмай көзін тайдырып әкетті. Омырауы далдыл жас келіншек аңырсып жатыр. Тағы бірі кеудесін қолымен жауып зар еңіреп отыр. 5-6 бала мен 3-4 кемпір қасқырдан ыққан қойдай жүктің бұрышына тығылыпты. Мына көрініске шыдай алмай төре далаға шығып кеткен. Жігіттер әлгілерді сүйреп әкелгенде Омар қанжарын қынына салып, қос бүйірін таянып тұрған. Түрінен адам шошиды, қабағы түксиіп, көзі қанталап кетіпті. Ерназар жылап шықты. Өлтірем, әкеңді өлтірем. 20-дан енді асқан жігіт дәу солдатты бүйірден бір теуіп, мылтығын оқтай бергенде қаби қағып жіберіп төрге қарады. Әмір күткені. Ағатай, Омар маталғандардың біріне жалт қарады. Шикілі, жүзі тұздай, бірі таза қазақша тіл қатты. Ағатай, мені өлтіре көрмеңізші. Омар әлгінің алдына жүрелеп отырды. Кімсің? Есімім Нәби, татармын. Омар оның ашық-шашық омырауында жылтырап тұрған кресті байқап, саусағымен іліп бері тартты. Чоқынғанмын ағасы, кешіріңіз, мен аудармашымын. Мен бір бейбақпын. Бір көзі жұдырықтай болып ісіп кеткен Нәби еңіреп жіберген. Қаны басына шауып еліріп тұрған Бекен әлгіні бір ұрып еді. Омар төре жақтырмай қарады. Сосын, босат мынаны деді. Бекен төре бұйрығын түсінбей алара бір қарады да Нәбидің қолын шандыған жіпті кесіп жіберді. Тұр деді Омар төре Нәбиге қадала қарап, анау түрегелді. 30 қадам ұза, жартасты көрдің бе, соған дейін қашып тасалана тығылып үлгерсең, таза болғаның, шыбын жаның өзіңдікі. Үлгермесең, төре Ерназарға иек қағып еді. Жұмсақтау болғанымен қарауылға ілінгенді қалт жібермейтін жігіт мылтығын оңтайланып тұра қалды. Төренің Нәби арманда кетпесін деп бір мәрте оқ атқызғалы тұрғанын Бекен де түсінді. Көзінен жасы сорғалаған Нәби шегіне берді де 4-5 қадамнан соң бұрыла сап өрге қарай қаша жөнелді. Жалтақ қарап оқ дарытпайын дегендей бұралаң сап барады. Ол 30 қадамнан да ұзап кетті. Ерназар шүрпені саусағымен сипап әлі тұр. Тағы 20-30 адым. Жартасқа 10 қадамдай қалғанда қанай шыдамады. Ат құтылып кетеді. Олар Омарды екі сөйлемейтінін білетін. Алақараңғыда көйлеуі ғана қараңдап бара жатқан ана татар жартасқа жетсе жазадан құтылып кетеді. Осы кезде мылтық көрсеткен, үмітінде қол созым қалғанда Тілмәш жалпасынан түсті. Етекке домаламай сол қайқаңда қол аяғы тырбиып бақадай жатыр. Ерназар өз-өзіне сүйінгендей мылтықты сипап қойды. Мыналарды не істейміз? Бекен солдаттарды меңзеп еді, олар жамырап қоя берді. Өз тілдерінде бірдеңе деп бақылдап жатыр. Қаби, жап аузыңды деп бір нұқып жіберген. Қайдан алтау алты жақтан былдырлайды. Омар ақырып жіберді. Молчать! Я Омар, сын Муртаза, буду вас казнить. Позор, слеза этих женщин смотреть даже ваша бюшная кровь. Тұсты қазақ таза орысша сөйлеп сала бергенде әлгілер жым болған. Сауға жоғын түсіністі. Жігіттерді аңтарылып қалыпты. Атақты Абылай ханның баласы Әділ сұлтаннан тарайтын төренің басқа тілде сөйлегенін көргендері осы. Омар бұларға бұрылып, жазалаңдар деді. Қалай, өздерің біліңдер. Осыны айтып Омар анадайда тұрған бір үйге беттеп, керегесіне арқасын сүйеп отыра кетті де, қос қолымен шекесін сығымдады.
Осы кезде қорланған келіншек сыртқа шыққан. Шашы жайылып, ашық омырауын жартылай жауып сүйретіліп келеді. Қолына солдаттардың бірінің қылышын ұстаған екен, ұшымен жер сызып, аяғын әзер басып, ілбіп келеді. Олар жақындаған сайын тұтқындар бір-біріне тығыла түсіп, тықсырылып барады. Қара беттер! Жылай-жылай дауысы қарлығып қалған келіншек осыны айтты да қылышты тік көтеріп, ұшын өзіне бұрды. Ешкім тоқтатуға тырыспады. Езуінен қанды көбік сыздықтаған келіншек етпетінен құлаған кезде жігіттер тұтқындарды тағы тепкілей жөнелді. Қан түлегеннен жүзі күреңітіп, көзі ақшиып кеткен қанай солдаттардың атына беттеді. Бірінің айылын тартып мінді де, екіншісін ағытып чылбырын кездігімен жарқ қиып қолын алды. Атын ойнақтатып тұтқындардың жанына келіп, Ерназарға шылбыр ұшын тастап, сал мынаны бірінің мойнына деп ақырды. Бұл кезде Қабида бір атқа мініп үлгеріп еді. Екеуі солдат мойнына орай салынған қайыш шылбырды екі басын кере тартып, төмен қарай шаба жөнелді. Өз көз алақтаған ана солдат аз ғана қарсыласып, табанымен жер тіремек болды да, тақымға түскен лақтай кете берді. Жігіттер біраз жерге дейін шауып барып, кері қайтқан. Солдаттың өлігін қалған бесеуі алдына әкеп тастай салды. Шылбыр қыл мойынды қиып жіберген екен, солдаттардың жастауы пырс-пырс жылап отыр еді, мынаны көріп бақыра жөнелді. Мынау бұтым бұлғады деді Бекен, ат үстінде тұрған екеуге қарап ызалана күліп, басын шайқады. Сосын сәл ойланып тұрды да, бұлай болмайды, сасық Текеше бауыздаймын бәрін деп шорт кесті. Бұл кезде Омар төре еңсесі кетіп, сүлік қарасы қалған жаққа кетіп бара жатыр еді. Мына сұмдықты 10 жылдан бері қан кешіп жүрген Омекең төре көтере алмады. Қазақты жылатқан Текеше бақырған үні, алысқа кетсін жігіттер, айдаңдар бәрін жота басына деді Бекен. Шекарашы сарбаздарды бауыздап тастаған Ома төре жігіттерінің дақбырты алысқа кетті. Ауылдарды аралай тіміскілеп жүретін азық-түлік отряды, ерікті милиция дегендердің бәрінің беті қайтып, қазаққа тиісуге кәдімгідей сескеніп қалып еді. Олардың жүрегіндегі қорқынышты сейілту үшін Омардың түбіне жету керек. Комиссарлар жоспар құрып, арнайы отряд жасағын, оған тау соқпағын 5 саусағындай білетін Қабыкен дегенді қосқанын төре естіді. Бірақ қоянжырақ Қабыкен ішшіл иттей қай шатқалдың аузын искелеп жүрер дейсің деп аяғын тартпады. Оның үстіне 5-6 жыл бұрын үйі аштан қысылғанда Омардың жақсылығы өтіп еді. Тауға тыққан малынан бір тайды сойдырып жеткізіп берген, түз кезіп, шекарасып жортып жүрген жігіттердің қызыл саясат кесірінен құрсағы орап қалған елге өстіп көмектесетіні бар. Соңғы жыл тіпті қайран ете алмады. Басқан іздері аңдулы. Бір үзімінен таппай қырылып жатыр дегенді еміс-еміс жеткенімен бұлар жазыққа бара алмайды. Солдат көп, ал тау баурайындағы қазақты әрі көшіріп әкеткен. Тек шекараға керек тәртелдер қалған, олар жабай алма, рауағашты, ебі бар жігіттер атып әкелген аңды қаужап аман отыр. Өткенде Бекен түн қатып, түлкілідегі жылдымдармен жүріп отырып, Қоғалы маңындағы бір-екі ауылға азын-аулақ азық ет, бір-екі бидайға апарып берген еді. Сұмдық деп оралды. Жолай көп болып өліктер үйіліп жатыр. Қашқан ауылдарды бәлшебектер қоршау қалып, пулеметпен қырып тастапты дегенді естіді. Оларды шекарадан алып өтуге дайындалып жүрген Құндақбай мен жігіттері әсер құтылыпты. Жатпен бірге жағадан алған иттікті де бір шегі бар шығар деп ойлайтын Омар төре
осы сапарға бұрынғы жақсылығымды ұмытпасам, Қабекең мені қақпанға түсіре қоймас деп, секемді сенімге жеңдіріп аттанып еді. Өз алдында әдетте алдына барлап кететін Бекеммен қатар келеді. Кереге тасқа жақындағанда бір-екі кекіліктің пыр етіп ұшқанын көріп, ат үстінде қалғып келе жатқан Бекен басын жұлып алғанда, қала тұр дегенде имдап, алға жалғыз кетті. Сенгені сүлік қара. Қатер болса, ешкім қуып жете алмас. Кереге тастың аузынан өткенше еш қауіп байқамады. Жігіттеріне ысқырып белгі бермек болып, үзеңгі шіре бер үстіне көтеріле бергенде көрсетіп мылтығын шықты. Омар төре қос қолымен ішін басып бір жаққа ауып түсті де, сүлік қара ойнақтап шыға келді. 60 қадамдай жердегі тастардың тасасынан жасырынған гепуп қызметкерлері бұған қарай жүгіргенде жан далбасалап тізеге көтерілді. Сосын жігіттері қалған жаққа қарап, кетіңдер Бекең, кетіңдер деп айқайлап үлгеріп қайта құлады. Бұл кезде Ерназар шапқан күйі бұған жетіп те қалған ер. Төрені іліп әкетуге қол созым қалғанда тағы мылтығын шықты. Ерназар қалпақтай ұшқан. Омардан 2 адым жерде көз аларып жан тәсілім етті. Осы мезетте милиция да жеткен. Төре Ерназарға қимастықпен бір қарады да ішін ұстап бұрыла берді. Мұндай азапты өмір көрем деп ойламаған еді. Бауырым мұңғырт жеп жатқандай іш өртеніп барады. Әлсірей бастаған Омар шалқасынан жатып, өзіне төніп тұрғандарға қарады. Мұрт едірейген Қабекеңді таныды. Басындағы жиегі қырқылған бөркінің маңдайына қызыл жөпірек тартыпты. Омар оның қолында шиті тұрғанын көрді. Бұны азапқа салған осының оғы. Абылайдың ұрпағына бармақ оқ қимады мыналар. Ит екенсің, аттым сені Қабекең, деді төре қырылдап. Осыдан кейін созылып сала берді. Кепу қызметкерлері Омардың денесін атқа бөктеріп, Ерназарды сол күйі көмусіз тастап кері қайтты. Біраз ұзаған соң Қабекең аттан түсіп, тас арасынан бұрқылдап шығып жатқан бастаудан чөл басқан еді. Кешқұрым іші бүре бастады. Жолай қонғанда домаламамен ауырған адамдай дөңбекшіп, таңды әзер атырды. Атқа мінуге әлі жоқ еді, іші алып барады. Қабекең екінші күні қапалға жетпей көз жұмды. Дәрігерлер бастау суынан құрт жұқтырыпты деп диагноз қойғанымен, былайғы жұрт опасызға Омар төренің наласы өткеніне кәміл сенді. Серік Әбікенұлы. Оқыған Қабілет Бәделхан. 2025 жылы қаңтар.